Маған бәрін айт, Лейла. Ештеңе жасырма. Күйеуіңнен неге айырылыстың? Кімнің кесірінен ажырастың? Күйеуің сені кіммен алдады? Лейла. Лейла, тоқта. Амансыз ба, Ахмет аға? Аманшылық, Шевкет. Жайма, ерте қайтыпсың ғой. Жұмыс жоқ аға. Босқа бензин құрпаңдар деп кері шақырып алды. Бүкіл көлік қаңтарылып тұр. Мына түріммен не жағдай болады? Не ғой, жұмыссыздар көбейген сайын шайханам кісіге толады, бірақ обал ғой. Ал жақсы аға. Үй ішіңе сәлем айт. Айтам ғой, ал жақсы онда. Сау бол. Хабарласайықшы. Мен хабарласайын. Неге үндемейсің? Неге қашып барасың? Тоқтасаңшы. Лейла, тоқта деймін. Не болды? Жауап бермейді. Ол не деген сұмдық, а? Лейла, маған шындықты айтпасаң болмайды. Одан кейін мен саған қалай сенем? Жібер мені. Құдай үшін айтшы. Естігендерім рас па? Кім айтты? Кім? Кім айтқанын қайтесің? Рас па, өтірік пе? Нежлаға қатысты айтылғандар, ағаңа қатысты айтылғандар рас па? Иә. Сіңілім күйеуіммен қашып кетті, иә. Осыны білгің кеп тұрма. Ағам банкты тонады. Түрмеде отырып шықты. Саған осыны айтты ма? Рас. Ал енді не істейсің? Апаңдар енді мені келін қып алмайтын шығар, я? Мұны да ал. Осылай боларын біліп едім. Бірақ сен маған өтірік айттың. Лейла? Не болды жаным? Тарт қолыңды. Қарындасыма не істедің? Айт, не істедің? Мен ештеңе істеген жоқпын. Ашыңдар, ей! Лейла? Ашыңдар есікті! Маған неге бажыраясыңдар? Қызым, не болды? Назми берген сөзінен айнып қалды. Қане неге деп сұраңдар? Неге деп сұрасаңдаршы? Сұраңдар ал. Жүр, Айша. Осында отыра тұр. Өйткені маған үйленгісі келмейді. Өйткені менің сіңілім күйеуімді азғырды. Ағам ұрлық жасады. Түрмеге түсті. Менің не жазығым бар? Менің не кінәм бар? Менің не жазығым бар? Азабын неге мен тартам? Менің не жазығым бар? Не
не жаздым сонша? Неге мен сорлайым? Менің не жазғым бар? Азабын неге мен көрем? Неге мен? Нақақтан киген басым-ай. Менің не жазғым бар? Қу тағдырға не жазды? Менің не кінәм бар? Лайла бақытты болсын деп қанша жерден тырысқанымызбен шындықтың беті ашылып, бәріміздің жүрегімізді сыздатты. Осы кеште барлығының көкейінде бір ғана сұрақ қалды. Шынымен Лайланың жазығы не? Жүзінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна. 2016 жыл.